Сәлем, құрметті оқырман. Бұл видеом арнайы сізге, яғни сіз күнделікті алып отырған болсаңыз, сол күнделіктің ішіндегі QR код арқылы осы видеоға өттіңіз деп ойлаймын, сенемін. Мен сізді ең бірінші құттықтағым келеді. Сіз өте жақсы қадам бастадыңыз. Мүмкін сіздің бұл бастауыңыз емес, бұғанға дейін де жасап жатқан қадамдарыңыз болар. Тағы да бір қадам өзіңізбен жұмыс жасауға қадам басқаныңызбен мен сізді құттықтағым келеді. Менің есімім Индира Мейрамбекқызы. Осыған дейінгі 2020 жылы шыққан әлемдегі ең бақытты жанның күнделігін жасаған болатынмын. 2020 жылдан бері сол күнделігім сатылымда болған, ал дәл қазіргі таңда жаңа мен 90 күн күнделігі шықты. Тоже 90 күнге арналған, бірақ та бұл жолы тек қана пустое поле емес, арнайы тапсырмалармен ішінде. Бұның барлығы сіздің ең бірінші рухани, одан кейін материалдық жағынан сізге өте пайдалы ақпараттар, яғни сіздің өзіңіздің жаңағы күнделікті жасауыңыз керек әдеттер және техника. Бұл жерге арнайы бір техника беріледі. Одан кейін ішіндегі жаңағы толыққанды қазір күнделікпен жұмыс жасауды мен сізге осы видеода айтатын боламын. Жан жақтағы шығып жатқан дауыстарға, жан жақтағына отырған жеріме енді көңіліңіз толмаса кешірім сұраймын, себебі мен қазір үйде осы өзіміздің жатын бөлмемізде түсіруге ғана мүмкіндігім болып тұр. Өйткені айлық балам бар, көріп тұрғандарыңыздай, жаңадан босанған анамын, және де үйде өзім 5 балалы анамын. Үйдегі балалардың дауыстары да естіліп қалып жатса кешірім сұрағым келеді алдын ала. Ал берілген білімдер, ақпараттар сізге қайырлы болсын дегім келеді. Жалпы мен өзім ең бірінші не үшін күнделік жасауға келдім, яғни 2020 жылы неге менің күнделігім шықты, сол туралы айтқым келеді. Күнделік жасап шығарғаным ол өте қолжетімді бағада, әлі де оны шығарған ең бірінші себебім 2019 жылы мен өзімде де барлық жағынан кризис, не только материалдық, барлық жақтан кризисный состояниеде жүрген кезінде, не отношениеде кризис, вообще семья, отбасында да қатты прям сондай кризисный состояниеде жүрген кезінде жан жақтан банктың қысымы, қарыздар, адамдардағы қарыздар, соның барлығынан прям қиналып жүрген кездегі именно болған жағдай, ол өзімен жұмысты бастадым. Сол кездерде қосылған қазіргі жасап жатқан компаниям онлайн. Бұл компанияға мүлде жарнама емес, компания атауын да айтпайтын боламын. Просто сол ортаға қосылдым ең алғаш рет онлайн бизнесқа. Сол кезде как раз өзім ақшадан қиналып жүрген кез, маған жаңағы командадағы қыздардың ішінде біреусі айтты, осындай сүрені оқысақ, осындай болады, бір лидерлардан келді сондай ақпарат, осындай арманыңды күнделікті осындайды жаз деген сияқты. Ең алғаш YouTube деген нәрсені мен тек қана бұрын бір какой-то музыка тыңдауға сондай ғана деп ойласам, сол кезде 2019 жылы ең алғаш рет YouTube'дан сабақ қарау дегенді үйрендім. Яғни психология, өзінің мышлениемен жұмыс деген сияқты осындай әртүрлі жаңағы күнделікті жазу техникалары дегенді ең алғашқы рет YouTube'дан сол кезде ашып көрген болатынмын. То есть YouTube маған сол жағынан бірінші танылған кез. Енді күнделікке келетін болсақ, мен сол кездерде ең алғашқы жасаған нәрселерім сол сабақтардан YouTube не үшін айтып отырмын, өйткені YouTube'дағы әртүрлі тегін ақпараттарды, ақылысы болсын, Instagram'нан болсын, сабақтар сатып алу арқылы мен ең бірінші жазу деген нәрсенің құдіретін сезіне бастадым. Ол ең бірінші шүкіршілік жазған кезім. Шүкіршілік жаздым және бір армандарды жазу, күнделікті өзінің, одан кейін табысыңды өсіруге арналған техниканы жазу деген сияқты. Бұны енді бөлек дәптерге арнайлап беремін, өйткені оны бірнеше реттен жазу керек болады. Қазір соңында мен сізге соны да айтатын боламын. Жалпы жазудың құдіретін сол кезде түсіндім. Шынымен де мен Аллаға өте қатты күпір айтып кеткен адамдардан болған екен. Сол кездерім үшін қатты Аллахтан әлі күнге дейін кешірім сұраймын. Кейде күпіршілікпен келіп кететін кезім болады ғой, әлі күнге дейін. Бірақ та сол кездерде қатты өмірге налып, қатты прям Аллаға тек қана күпіршілікпен ғана обращение, мені неге бүйтіп қойдың, маған неге сөйтіп қойдың деген обращениемен, сондай жақпен ғана Аллахқа яғни бұрылған екен. Енді шүкіршілік жазып, армандарымды жазғаннан кейін менде не өзгерді? Менде ең бірінші бір мотивация пайда болды. Бірнекеге жетем, бір құлшыныс, сондай. Одан кейін дұғаларды, сүрелерді, яғни зікірлерді айтқан кезде менде не пайда болды? Менде ең бірінші пайда болған нәрсе ол бір как будто Алла мені содан кейін естіп тұрған сияқты, бір содан кейін бір кішкентай табыс түссе де кәдімгідей қуанамын, мен дұғамнан ғой, мен немнен ғой, мен уже кәдімгідей дұға, зікір деген нәрсеге сене бастадым. Одан кейін жаңағы өзіңде жоқ нәрсе болса да соған алғыс айту, шүкіршілік жазу, даже бізге беріп қойғаны қазірдің өзінде көп қой, бірақ бергеннен бөлек бермегеніне де шүкір ету арқылы мен отношение түзелді менде, жаңағындай бірден бәрі күшті болып кетпейді ғой, любой моментте любой проблема болады, бірақ бұрынғыдай именно отношениеде, мысалы ол отбасыңдағылармен, ол жақыныңмен, ол жолдасыңмен деген сияқты, бұрынғыдай жаңағы прямо анадай пикына дейін жеткізбейсің да, любой нәрсені нормально, мысалы шешуге бір айғайсыз, жанжалсыз, екі жаққа кетусіз деген сияқты. Вот не нәрсені жеңіл қабылдауға және шешімін жеңіл көркем түрде тауып аласың да, любой нәрсе. Сол үшін дұға мен жазудың, жалпы арман жазу енді вообще күшті қыздар. Арман жазу алдыңа мақсат қою, ол сені кәдімгідей ұйықтатпайтын нәрсе. Егер еріншек болсаңыз, егер өз-өзіңізді қозғай алмай жүрсеңіз, егер қолымнан ештеңе келмейді деп жүрген болсаңыз, сонда мен сізге советую арман мақсат жазуды күнделікті. Енді айтқым келетін нәрсе, қазір осы солардың барлығынан қыздар менде өзімде нәтиже болды. Жаңағы оқыған дұғаларымнан, айтқан зікірлерімнен, жазған армандарымнан, мақсаттарымнан деген сияқты и шүкіршіліктерім күнделікті. Сосын арнайы жаңағы табысқа байланысты техника дедім ғой, ол жазу, просто қолмен жазу, просто күнделікті қазір айтатын боламын подробно. Вот солай менде олардың барлығынан нәтиже болды. 6 ай ма, где-то менде алғашқы 6-7 айдың ішінде уже сол өзімен жұмыс жасап жүрген кездерде арнайы уақыт бөліп жүргенде соған, бір небәрі жарты сағатыңды арнашы күніне хотя бы өзің үшін деп. Вот сол кездерде менде нәтиже бола бастады. Менде табыс өсті, мен өмірі армандамаған суммаға жеттім. Ол кезде декретте отырған анамын, ол кезде
қателеспесем 3-ші баламнан кейін 2019 жылы жаңадан 3-ші баламды босандырған кез вот сондай жағдайлар болып жатты. И кәдімгідей нәтижесін көрдім. Содан кейін барып мен андай бір ой келді да, просто көк дәптерге обычно сондай нелерді самоклейкаға шығарып бүйтіп жапсырып, помню, бірінші күнделіктерімді ол командамдағылар, бірге жаңағы партнерларымыз сондайлар алып бастады. Содан кейін барып мен оны переплетный вариантта шығардым, жаңағы сыртына фон қойып деген сияқты. И ол күнделігім әлі күнге дейін, даже соның ішіне мен визуализацияны қосып жіберген болатын. Ол күнделігім әлі күнге дейін сатым, мыңдаған сатымда болды. Мен осы мына күнделікті қазір сіз видеоны көріп отырсаңыз, демек бұл күнделік енді шығып жатыр. Тура сол амалдар, сол кездегі мен қосымша беретін техникаға оған арнайы бір общий тетрадь алсаңыздар да болады. Оны бөлек айтатын боламын. Енді қараңыздар, мына күнделік туралы айтайын. Жазу ол қалам ең бірінші түскен нәрсе жер бетіне, сондықтан міндетті түрде жазудың құдіреті күшті. Одан кейін біз жазған кезде қаншама сезім мүшелері қосылады. Мысалы, сен көзбен қаламмен жазып отырған кезде көзің көріп отырады, миға сразу жеткізетіндей. Екінші, қолың қимылдайды. Одан кейін сен ручканың дауысын естисің, ручканың иісін сезесің, яғни иіс сезу, дауысына есту, барлығы көру, барлық жаңағы рефлекторлар іске қосылады. Енді қараңыздар, қазір мен сіздерге жазбаған жерімді көрсетейін. Қараңыздар, бұл жаңа мен 90 күн деген күнделік, 90 күнді осылай қылып өзім жасадым. Білмеймін, бұған да кәдімгідей біраз миымды құрттым десем болады, ойымды. Енді қараңыздар, бүгіннен баста өзгеріс өзінен басталады. Мынаның сырты, мынау қазір менде сіздерге арналған просто видеоға түсіру үшін өзіме деп жасап алған күнделік. Бұның сырты ламинатталған вариантта болады. Яғни су тисе де жаңағы су тию, бұлғану деген сияқты құрт сүрте салып жүре беретін боласыз, сырты ламинатталған болады. Одан кейін қалған нәрсесінде мына ең бірінші ашқан бетінде қараңыздар. Ашқан бетінде бұл жерде жаңағы біздің қазір ішінде көрсетемін, белгілейтін жер. Сол жерде салауат, истихфар дұғасы, кешірім сұрау Аллахтан. Солар тұрады осы жерде. Соны белгілеу үшін бірінші осы жерден айтасыз. Ол енді мүмкін сіздің жаттап алғаныңыз болар, мүмкін скоро жаттап аларсыз, но пока сіз егер білмейтін болсаңыз осы жерде бар. Одан кейінгі мына жерде QR кодтар тұрады. Бұл жерде сізде мынау енді жаңа айттым ғой, мына видеоны мен осы жерге салатын боламын. Үшінші QR код қылып, бұл инструкциясы болады. Одан кейін уақиға сүресіз және де салауат, салауатты 100 рет айту. Мысалы, осыны күніне сіз бір рет қосып, наушникпен болсын, былай қосып болсын, бірге салауатты айтатын болсаңыз, сіз уже 100 рет айтқан болып тұрасыз, Енді кемінде 33-тен айтасыз. Өз еркіңізде, мен өз басым кем айтсам 33 айтамын, ұмытып кетіп жатсам тоқтамай айта саламын қатарынан. Негізінде желательно 100 рет, одан көп рет айтуға тырысамын. Қазір истихфар, салауат дегендерді қай жерде қалай тезірек өзіңізге әдетке айналдыру туралы тағы да тоқталатын боламын. Міне солар ма. Одан кейін мына жерде сіздер үшінші жаңа айттым. Осы мен қазір сіздерге жазып отырған видеоны осы сканер арқылы үшінші болып көре аласыздар. Одан кейін 90 күн қараңыздар. Мына күнделік 90 күнге арналған. Демек, сізде мына бірінші күннен 90 күнге дейін мына жақта тұр, Сіз бірінші күнгі мынаны толтырған болсаңыз, мысалы, мына бір күнді орындадыңыз ба? Мына жердегі біреусін қоршауға алып қоясыз. Ол сіздің орындалғаныңыз, бояп тастасаңыз болады деген сияқты. Яғни бұл бізге мотивациялық трекер ғой. То есть біз бояған сайын тезірек толтырсам екен, арасын үзбесем екен деген бір желание пайда болады, Бұл мотивациялық трекер деп аталады. Өз-өзіңізге және отчет беру үшін. Мынау жаңағы күніне бір рет оқылатын уақиға сүресі. Одан кейінгі бізде Алланың көркем есімдері. Бұның да негізі ютубта бар. Ютубтан қосып қойып бірге қайталауға мүмкіндігіңіз бар, вообще күшті болады. Одан кейін мына жерге мен техника беретін боламын. Бұл техниканы сразу айта кетейін. 3 полиядан қалып тұр ғой, міне. Әр жерге 3 полия, Мына жерге күннің астына сызықша қойып қойғам, қарасаңыздар, бірінші күн, екінші күн деген сияқты, Сөйтесіз, бұл жерге не жазасыз? Бұл жерде 3 сызықша тұр, 3 жол тұр, яғни бүгінгі күніңіздегі 3 жақсы нәрсе. 3 жақсы нәрсе, білмеймін, іздеңіз табыңыз. Бұл сізге несімен көмектеседі? Бұл техника не үшін пайдалы? Яғни бұл келесі күні, мысалы, сіз бүгін кешкісінен жазып отырдыңыз делік и ойланасыз, бүгін не жақсылық болды? Дым таппай жатқан, дым жоқ деген вообще жоқ қой, балаңыздан бір мақтау естіп келдіңіз, балаңыз сөйтіпті, балаңыз сондай екен, болмаса жолдасыңыз сізге бір кішкентай комплимент айтқанға мәз болып қалдыңыз, болмаса біреу сізге білмеймін, жаңағы жылы сөзін айтып қалды ма, сіздің көңіліңізде қандай не нәрсе сізді қуантты бүгін, кішкентай болса да, бір мелочь болса да мына жерге жазу. Біреу сізге бір шоколад берсе де ол мысалы, элементарный. Сондай сияқты бүгінгі күніңіздегі 3 жақсылықты жазасыз. 3 жақсылық. Одан кейін келесі күні сіз тоже қиналуыңыз мүмкін. Постепенно сіз бұл жерде не істейсіз? Постепенно сіздің миыңыз уже ертесі күні, бүгінге таңертеңгісінен бастап сіздің фокусыңыз жақсы нәрселерде болып тұрады. Бүгін кешке мен не жазам, не жақсылық болып жатыр деген сияқты сіз айналаңыздан не іздейтін боласыз? То есть позитивті жағдайларды іздейтін боласыз. Келесілер уже қазір толмаған мүдірін көрсетейін. Күнделіктің беттері болып басталады, қараңыздар. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, міне Аллаға сансыз шүкірлер болсын, Аллаға сансыз шүкір. Мына жерде ең бірінші күнді жазасыз, бүгінгі күн ретін, одан кейін барып шүкіршіліктеріңізді жазасыз. Шүкіршілікке 10 жол қалдырдым, өз қалауыңызша, енді минимальный болса да өзіңіздің қалауыңызша жазасыз. То есть не нәрсеге шүкір етуге болады? Бүгін сіздің аман-есен оянғаныңызға, деніңіз сау, Алла сізге шексіз нығмет беріп қойған, Нығмет дегеніміз ол біздің көре алуымыз, ести алуымыз, жүре алуымыздың барлығы негізі бізге бір как норма, солай болу керек сияқты болып жатқан нәрсе болуы мүмкін, бірақ бұл нәрсені қазір армандап отырған адам бар, Біздің жүріп тұра алғанымыз ол негізі шексіз нығмет, біздің ауаны сезе алғанымыз, өзімізді тыныс алып жатқанымыз, бізге берілген күн, бұның барлығы Алладан келген шексіз нығметтер.
Ал ризыққа келетін болсақ, иә, қандай ризыққа шүкір етесіз өміріңізде? Сізге берілген бала, сізге берілген жар, сіздің қазіргі тұрып жатқан баспанаңыз, сіздің қазіргі мейлі ол сіздің үйіңіз емес болса да, сіз далада қаңғырып жүрген жоқсыз. Сіз жылы жерде, жайлы жерде ақ төсекте жатырсыз, иә. Осы сияқты өміріңіздегі барлық ризық пен нығметтерге шүкір ету бар. Одан кейін денсаулығыңыз сіздің, иә, сізге жаңағы балаңыздың, мен мысалы өз басым, мен шүкіршіліктерді мысалы примерно оқып өтейінші сіздерге қазір. Вот. Өз қалауыңызбен шүкіршілік жазу, иә, кем дегенде 10 жолға толтырыңыз. Ең бірінші жаңағыдай, мысалы, аман есен ояндым, денім сау, отбасым аман, елімде тыныш заман үшін, маған берген әдемі тағдырың үшін, ақылды дені сау сұлу балаларым үшін, маған берген шексіз ризықтарың мен нығметтерің үшін, маған беріп жатқан мол әрі берекелі табысың үшін, иә, осы де болсын болмасын молдығын және мол болуын табысыңыз және оның берекесі болуын міндетті түрде сұраңыздар. Өйткені қандай да табыстар, мейлі ол миллион болсын, мейлі ол 100 мың болсын, мейлі 10 мың болсын, оның берекесі болмаса сізге көп дейін. Ал 10 мың теңге берсе де, оны берекелі болып берсе, кәдімгідей көзіңізге көрінетін болады. Сол үшін міндетті түрде не нәрсенің болсын берекесін сұраңыз. Және де келесі менің мақсатым. Иә, менің мақсатым ол біздің арманым деп жазғым келмеді, мақсат. Себебі арман деген тек қана қиялда тұратын нәрсе, оны біз уже мына уақытта жетем, мына уақытта мынандай нәрсем болады дейтін болсаң, ол уже мақсатқа айналады. Сондықтан да менің мақсатым бұл жерге де тоже жаңағы менің айлық табысым осынша теңге. Қазіргіңізден бір андай слишком не болмау керек та. Бұл не үшін айтамыз? Мысалы, мен өз басым қазіргі табысым деймін там 500 мың теңге болса, мен жаңағы мақсатқа қоятыным 700 мың теңге деген сияқты. Сіздің қазір мысалы менің табысым 100 мың теңге болса, менің мақсатқа қоятыным 300 мың теңге, максимум 200 мың теңге деген. 2х ғана жасаңыздар, иә, чтобы соған жеткен кезде ары қаратай да мақсат қосылатындай. А то біз қазір өзіміз 100 мың тауып жүріп, миллионды мақсат ететін болсақ, бізге ол вообще недосягаемый болып көрінеді да, и мы сенбей қалады. Поэтому кішкентай шагтардан үлкейтіп отыруды әдет қылыңыздар, мақсат қойғанда. Одан кейін мысалы, белгілі бір уақытқа өзіңізге үй алуды армандаңыз, иә, ол да соны мақсат тұтыңыз. Кәдімгідей осындай жерден осындайыншы жылы аламын, қалаумен көркем түрде, су жаңа, жаңағыдай жайлы, монолитный, иә, мен өз басым землетрясениеден қатты қорқамын, монолитный, сондай жақсы сапада салынған, жаңағыдай 2 бөлмелі или 3 бөлмелі үйімді алдым деген сияқты, иә. Одан кейінгі жалпы мақсат, иә, мен өзім жазғандарымды оқиын деп жатырмын уже. Сөйтіп нақты бір 5 мақсат или 3 мақсат күнделікті өзіңізді прямадай денеңізді жыбырлататындай қылып тұрып жазып тұрыңыздар, иә. Ол не үшін керек? Ол бізге жаңағы алдыға қарай қадам басуға, әрекеттерді жасауға, қандай да бір, иә, табысты болуға, табыс табу жолдарын іздеуге, білім алуға, соның барлығына бізге негізгі түрткі болатын ол біздің мақсатымыз. Одан кейінгі поле біз бүгінгі күнге жоспарым, иә, міндетті түрде жоспар қойыңыз. Жаңағы мақсатқа қарай, мысалы, сіздің қазіргі жасап жатқан мүмкін жұмысыңыз бар, мүмкін сіздің табыс көзіңіз бар жасап жатқан, иә, соны мүмкін кейде ерініп қаларсыз, или әні бастаймын, міне бастаймын, или вот осыны қолға аламын деп жүрген адам болсаңыз, соған қаратай жоспарға соның бір какой-то мелкий қадамын кіргізіп қойыңыз, бір майда қадамын кіргізіп қойыңыз, майда қадамын осы жерге, мысалы, бүгін 5 адамға ұсыныс тастау, 5 адамға ақпарат беру деген сияқты ма, или жазу деген сияқты ма, иә, өнімімді ұсыну, өзіңіз егер сатушы болсаңыз, иә, жарнамалау, бүгін осындай видео түсіру, жарнамалық видео деген сияқты, болмаса соны салу әлеуметтік желілерге, осы сияқты бір жоспарларыңызды, тіпті сіздің вообще ондай ештеңкем жоқ, жасайтын білмеймін, мен не жоспар қоямын десеңіз де, кәдімгі өзіңіздің күніңізге хотя бы ертеңгісін уборка жасау, мынандай қылу, күнделік толтыру деген сияқты мелкий өзіңіздің мына күнделікті жасап жүрген тірлігіңіздегі дым айналысатын ісіңіз жоқ болса да, сіз күніне қаншама тірлік жасап жатырсыз, соның хотя бы 4-5-ін өшіріп жазыңыз. Кешкісін міндетті түрде мынаған отырған кезде не істейміз? Жандарына галочка арқылы белгілейміз. Мына бүгінгі күннің жоспарын. Бұл бізге не береді? Біз то есть мынаның ішіндегі 5 жазылған жоспардың ішіндегі 2-ін, 3-ін орындасақ та, біздің миымызда ол орындап жатырмын деген қалады. Ана жерге жазып, ол күнделік бүгін жазып тастап кеттің, ертесіне келген кезде қайтадан жазуға отырған кезде, мә, кешегі жазған біреу орындалмапты ғой дегеннен гөрі күнделікті ашық жерге қойып қойып өзіңіздің көзіңізге түсетіндей. Или там мына жердегі суретке түсіріп алып, так, ананы істедім деген сияқты өзіңізге галочка қойып отыру. Одан кейін мына жерде мына қараңыздар. Жаңағы бүгінгі күнге жоспардан кейін мына жерде бізде тұрады зікірлер, иә. Бұл жерде салауат бар. Енді мен передний камерамен түсіріп отырмын, сол үшін дұрыс көрінбеуі мүмкін. Салауат бар. Одан кейін жаңағы Алланың көркем есімі бар, и истиғфар бар, иә. Алланың 6 көркем есімін кіргіздім. Жандарында пустой галочка тұр, иә. Мысалы, салауатты өзіңіздің қалауыңызша кем дегенде 7 рет, 10 рет, білмеймін, айттыңыз ба, болды, галочка қойыңыз, айтылды. Келесі Алланың көркем есімдері, иә. Көркем есімдер туралы мен сіздерге приложениені, күнделік алған адамның барлығына приложениесін көрсететін боламын, приложение мен видеоны жіберетін боламын. Сол арқылы зікір етесіз, яғни Алланың көркем есімдерін. Онда әрбір, мысалы, әр-рахман есімін, әр-рахим есімін, әл-уаххаб есімін айттыңыз ба, зікірледіңіз ба, міндетті түрде жанына галочка қоясыз. Одан кейінгі ең астыңғысында бізде қарасаңыздар садақа деп тұр, одан кейін депозит деп тұр. Енді осы туралы мен сізге кішігірім түсіндіріп өтейін. Садақа ол берекенің негізгі кілті дейді, байлықтың бастауы дейді. Ол жамандықтың алдын алушы амал, иә, өте күшті амал. Ол екі дүниемізге де пайдалы амал. Сондықтан да міндетті түрде өзіңізге садақа беру әдетін прямо қаныңызға сіңдіріп қойыңыз деп айтқым келеді. Ол үшін не істейсіз? Ең бірінші, жаңа мешіттердің, медреселердің құрылыстары болып жатады ғой, сондай жердің Каспийін, я болмаса ненікі бар тағы да
жаңағы харекет қайырымдылық қоры деген сияқты баспана сыйлайтын. Жалпы өзіңіздің қалауыңызда бір Каспи арқылы болсын, Каспиіңіз бар болса, желательно Каспи арқылы күнделікті сол бір нәрсеге платежеге ма или там жаңағы қорларға болады ғой, мысалы переводта, соны бір рет переводтадыңыз ба, бітті, соны постоянныйға қойып қойып, күнделікті соған 100 теңге аударып отыруды, 100 теңге, 150 теңге өз шамаңызға қарай, бірақ күнде бере алатын бір сумманы қойып қойыңыздар, 100 теңге деңіз, ең минимальный, 100 теңгені күнде аударуды тұрақтылықты әдетке айналдырыңыздар. Одан кейін депозитке келетін болсақ, депозит дегеніміз кәдімгі, білмеймін, депозит дұрыс па, мен өз басым көбіне Каспиде ақшам болатын болғандықтан енді депозит қылып ашып қойғам, бірақ та оны мен ай сайын шығарамын да, жаңағы бюджетный блокнот бар ғой, соған салып қоямын міндетті түрде. Ол долларға толатындай болса, 100 доллар қылып жасап қоюға тырысыңыздар. Доллар болса, үйде сен түртпейсің, бір жақсы да. Депозит деген нәрсе не үшін керек, қараңыздар. Күнделікті, тіпті былай істесеңіз болады. Мен ең басында солай істеген бұны. Балама Каспи Голд аштым, былтыр балам алды, 7 жасында болды, бірақ та оны қолданбады. Каспи Голдын аштым да, содан кейін барып мен соған жаңағы Мағжан деп күнделікті историяға кіріп переводтап отырамын. Күнделікті 700 теңге, 500 теңге, дым болмай қалғанда 500 теңге, 700 теңге. Одан кейін бірдеңке сатып жатсам, соның 10% деген сияқты сондай нәрселерді әдетке айналдырып салуды. Енді сізге советую, ақшаңыз бар болса, 500 теңге, 1000 теңге, бірақ күнделікті сала алатындай суммада, дым болмай қалған күні 100 теңге, 200 теңге болса да, магазинге продуктыға барған кезде 500 теңгеңізді қыстырып қалып, ол 500 теңгенің ол магазинде болмаған, мысалы 5000 теңгеге зат алып тұрсаң, 500 теңгесін жымқырып анаған салып қоя салу, ол сізге бір қиындық келтірмейді, то есть, қалтаңызға қатты ауыртпалық келтірмейді. Ол ақша біреуге кететін ақша емес қой, өзіңіздің ақша жинау әдетін қалыптастыру үшін көмектесетін нәрсе. Күнделікті солай істеу. Одан кейін бірдеңке сататын болсаңыз, міндетті түрде 10%-ын алып, сразу автоматом соған аударып тастау. Баланың Каспи Голдын ашқаннан кейін сөйтіп жасап отырасың да, оны бірақ та баланың соткасынан да, өзіңнің соткасынан да Каспи приложение бар ғой, соны, то есть балаңның соткасындағы Каспи приложениесін өшіріп тастайсың, и получается сенде не болады, жаңағы ол ақшаны ешкім жаба алмайды, ала алмайды, тек қана сол өзің ақшаны шығаратын кезінде ғана баланың Каспиін жабасында закрыть Каспи Голд ребенка дейсің да, содан кейін барып ақшаны толық алып аласың, бір айдан кейін. Сөйтіп ай сайын алып, оны наличка қылып жасап, болмаса жаңағыдай, егер 100 доллардың көлеміне жеткен болса, міндетті түрде долларға айналдырып қойсаңыз, даже 10 доллар, 20 доллармен, былтырғы алдыңғы жылдары мен сөйтіп істейтінмін. Зато ол доллармен тұрған кезде түртілмейді. Бұл сізге күнделікті жаңағы садақа беру сияқты, күнделікті ақшаны переводтап өзіңізге жинап отыру, бұл сізге ақша жинау әдетін қалыптастырады. Егер сіз мен сияқты ақша жинай алмайтын адам болсаңыз, бұл менде Аллаға сансыз шүкір деймін. Менде қазір негізі вообще материал қаржылық сауаттылықтың ең негізгі бастауы ол ақша табуда емес, көп ақша табуда емес, ол тапқан ақшаңнан жаңағы ақша жинау және көбейту жолдарын игеруде. Ең бірінші сондықтан фундаменті болады, ол ақша жинауды қалыптастыру, ақша жинау әдетін қалыптастыру және де кіріс шығыстарды жазу. Бұны да күнделікке кіргізіп қойдым. Мысалы, элементарно өзіме келетін болсам, бірдеңке сатқан күні мен әртүрлі нәрселер сатамын ғой, жаңағы не болады ғой, менде шектеу жоқ, сатқым келген нәрсені аламын да сата беремін, елдің ойына қарамаймын, анау не ойлайды, мынау не ойлайды, елдер мені осы бір күні қарасаң косметика сатып жатады, бір күні қарасаң духи сатып жатады, бір күні бижутерия сатады, бір күні күнделік сатады, бір күні басқа сатады, мейлі, ел мен туралы айтса айта берсін, мен главный ешкімге, елге зияны келетін нәрсе ұсынып жатқан жоқпын, любой адамның пайдаланатын нәрсесін просто арзанға көрген жағдайда болса міндетті түрде алып сататын әдетім бар. Мысалы, ол жоқ кездерде, алдында жаңадан босанып отырған кезінде деген сияқты бір ақша таппай жатқан кездің өзінде пособиям түседі, жұмыста жүрген кезде зарплатам түседі, сондайларды мысалы осы жерге кіріс, любой, даже маған күйеуім 1000 теңге салса да 1000 теңге бүгінгі шығыс, түгел кіріс шығыс күнделікті жасап жүргізіп отыру. Мысалы, кірістер 2000 теңгеге затың кетті, 5000 теңге түсті. Өстіп бүгіндікке түскен тиынына дейін түгел жазасың да, мына жерде итогысын шығарып, мына жерге жазып қоясың бір бұрышына. Шығыс түгелімен жазасың да, итогысын бір бұрышына жазып қоясың. Күнделік. Содан кейін барып өзіңіз апта сайын өзіңізге анализ жасаңыз. Кіріс шығысты жазғанның күштісі, мысалы, шығыс магазинге бардым да 1670 теңгеге продукт дейді магазиннен. Одан кейін барып 1000 теңге единицаға салдым, там 300 теңге балама бердім деген сияқты жазу арқылы күнделікті мына жерге сок алдым, там 500 теңгеге сок алдым, бірдеңке алдым. Қалада жұмыс істейтіндер кофе алуы мүмкін, обед алуы мүмкін деген сияқты. Содан сізде мына жерде сумма шығады белгілі бір. И сіз бір аптадан кейін отчет жүргізесіз өзіңізге. Так, мен шығысым қанша болды, осы бір аптадағы доходым қанша болды. Шығысыңыз көп болып тұрса, неге менің шығысым көп болып тұр? Әр күнді қараңыз. Мүмкін сіз обедке, мүмкін болмайтын жаңағы сок деген сияқты нәрселерге ақшаңызды құртып жүрген боларсыз. Сізде автоматом ой келеді. Так, мен мына күнделік алатын сокты өстіп қысқартсам, қазір мен өзім ойымда жүрген нәрсе осы шы, содан кейін сок деп тоқтап тұрмын. Напиток шынымен біздің үйдегі ең қазір барлық адамда сондай шығар, білмеймін, магазинде ең көп өтетін напиток шығар, напиток, соны болмайтын чаю деген заттар, бірнеке мен сондай нәрсені өте көп алып жүрмін. Қазіргі таңда өзіме прям шектеу қоя алмай жүрмін осыған ше. Вот зиянды нәрсені босқа алып жатырмын. Қаншалықты күнделікті зиян екенін біле тұра аламыз, не только өзімізге, даже баламызға, баламызбен, отбасымызбен соны тұтынамыз. Вот сол сияқты сіз мына жерде, так, мына нәрсеге осыншама ақша құртыптым, так, осыдан экономдасам бір жеті сонда қанша болғаны деген сияқты. Сіз мына ақша жинауды бастайсыз ғой.
ақша жинап бастаған кезде сіз жаймендеп үнемдеуге көше бастайсыз. Не так уже мен қатты бір экономичный болып кеттім деп айта алмаймын, но помогает, иә, какой-то мере да өзінде көмегі бар. Сондықтан да міндетті түрде кіріс шығыс дегенді жазу, бұл қаржылық сауаттылық туралы сабақтар көрген болсаңыз, қазір мүмкін осыдан кейін көретін болсаңыз да кіріс шығысты жазу міндетті түрде, кіріс шығысты жазу және ақша жинау әдетін қалыптастыру бұл қаржылық сауаттылықтың ең басты бастамасы. Міне 90 күнге арналған күнделік осы, күнделікті осылай өзіңізбен жұмыс жасайтын боласыз. Одан кейін тағы не айтайын дедім, бағана ақшаға байланысты техника дедім ғой, айтатын, иә, түсінбеген сұрақтарыңыз болса міндетті түрде өзіме жазасыз, күнделікті қолыңызға алғаннан кейін мен сізге барлығына көмектесемін. Ал енді келесі айтатын нәрсе ол ақша жинау туралы, иә, табысты арттыратын техника. Мысалы, бұл не үшін? Бұл жазғаннан или там дәптердің күштілігінен или там ручканың күштілігінен емес, бұл сіз жазу арқылы Аллаға сондай бір дұға етіп отырсыз, иә. Мысалы, менің өзімнің сол кездегі ең бірінші жаңағы компанияға кірген кезде осындай бізге тапсырма берді, осындай техника бар, күнделікті жасаңыздар, дәптерге міндетті түрде отырып алып, мен өз басым санамайтынмын, 7 рет, 25 рет, понедельник мынандай рет деп айтады, мен ондайға қарамаймын. Мен просто бір беттік полия бар ғой дәптердің, арасына бір жол тастап деген сияқты, иә, или мынандай обычный полиялар болса, мысалы, осындай тоқтамай бәлемай полия болады ғой блокнотта. Вот сондайға просто жазып шығатынмын. Примерно 15 рет па где-то сондай рет жазатынмын. Менің айлық табысым ол кезде менде енді баланың декретный жаңағы догода ақшам бар ғой, сондай ақша ғана болды. Ол 22 000 теңге ма, шатаспасам 2019 жыл сондай болды. И мен жаңағы компанияға кірген кезде хотя бы білмеймін 100 000 150 000 деп жазыңыз десе менің миым сенген жоқ, мен 90 000 теңге деп жаздым да, 90 000 деп жаза берейінші дедім. Содан кейін хорошо деді, содан кейін 90 000 теңге деп, менің айлық табысым 90 000 теңге, менің айлық табысым 90 000 теңге. Мен ұйықтайтын кезде міндетті түрде соны жазамын да, содан кейін барып мен оны жазып бастаған кез август, сентябрь жаздым. Октябрьде менде жаңағы бір статусқа жеттім, какой-то, иә, директорлық званиясына жеттім. Ол кезде директорлықтың айлығы енді төмен болса да, бірақ сол кездегі деңгейде өте жақсы. 90 000, 89 500 бірнеше теңгесімен, короче, сондай деп маған доход шығады. Бір ма, содан кейін мәз болды, 90 000 неғып 100 000 деп жазбадым екен деп, иә. Содан кейін барып уже менде кішкене ана күнделікті жазу әдет болып қалған ғой, мен уже менің айлық табысым 150 000 теңге деп бастап жүрдім, иә. Октябрьдің аяғынан бастап солай жаздым. Бұрынғы видеолардың бәрінде де айтқан бұны. Сосын ноябрь, декабрь, мен январь айында келесі званияға көтерілдім да, менің айлық табысым 150 000 теңге болды. Даже айлық емес, ол 21 күн сайынғы табысым, иә. 150 000 теңге болды. Әр үш апта сайын бізге табыс түсіп отыратын. Одан кейін 150-ден кейін бітті. Мен уже ештеңке тоқтата алмайды, менің деген миым деген андай болған ғой, мен жазам, жетем, істеймін, жетем деген бір сенім пайда болды да, менің қолымнан келеді екен деген. Содан кейін менің айлық табысым 300 000 теңге деп жаздым январь айынан бастап, иә, январьдың тоже ортасынан бастап, где-то февраль өтті, март өтті, апрель айында, инстаграмда да бар бұл, по-моему, менің доходтарымда. Апрель айында шатаспасам маған уже 299 000 ба сондай түсті. Май айынан бастап 366 000 теңге айлыққа шықтым, 21 күн сайын, яғни 3 апта сайын. 2 айдың ішінде біз 3 рет айлық алатынбыз, былайша есеппенше 60 күнде біз 3 рет айлық алатынбыз. Вот солай айлықтарды өсірген болатын. Сондықтан да сіздерге айтатыным, егер де табысыңызды арттырғыңыз келсе, ол техникада жасап көріңіз. Ол техниканың құдіреттілігі емес, ол басқаның құдіреттілігі емес. Тағы да айтамын, сіз осы арқылы, жазу арқылы, жаңағы айтқандай жазуда қаншама сезім мүшесі, 5 сезім мүшесі дейді ма адамның, ес сезу, дәм сезу, енді дәм сезе алмаймыз әрине, бірақ та ес сезу, құлақ, көру деген сияқты барлығы іске қосылады. Сондықтан барлық мүшемізбен прямо Аллаға дұға етіп отырғандай боламыз ғой. Сондықтан міндетті түрде бұл техниканы да жасап көріңіздер. Одан кейін тағы да не айтқым келіп еді, асығып сөйлеймін деп, қазір бала жылап қалады ма деген ой тұрды. Тез сөйлеуге тырыстым, тез түсіндіруге тырыстым. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар, көп сөз болып кетсе кешірім сұраймын, ойымды толықтай жинақтай алмай отырмын. Одан кейінгі келесі бізде армандар картасы, иә, көрсете салайын, тоже осы жерде обзор жасаймын, бөлек видео қылмай-ақ. Бұл жерде қараңыздар, бұрында білесіздер ме, ватманға мен бөлек ватман беретінмін, ватманның ішінде А4 форматта суреттер кететін. Енді қараңыздар, қазіргі стилін осындай қылдым. Мынау сізде былай тұрған кезде жиналып тұрады, иә, ешкім көрмейді, өзіңіз жапсырып қойдыңыз, өзіңіз білесіз, жапсырғаннан кейін бұл жерде не бар екенін 100% білесіз, иә. Вот осылай қылып, мына ашып қойсаңыздар да болады, былай мына коллаж сияқты қылып, иә, комнатқа осындай мен қазір отырғандай комоттардың үстіне, болмаса жапсырып қойғаннан кейін мына алды артына толықтай жапсыра аласыз. Қараңыздар, қаншама бет, иә, и былай жинап қойсаңыздар да болады. Бұның ішіне әрбір, мысалы, 9 бөлік болатын болса, иә, жалпы өмірде сізге керекті. Оның ішінде мысалы саяхат бөлігінің өзіне қараңыздар, мынанша сурет, 16 сурет, иә. Одан кейін тағы да мына 12 сурет, 24 сурет, саяхат бөлігінің өзіне. Тура осы сияқты отбасы бөлігіне 24 сурет. Одан кейінгі біздегі балалар, иә, дети бөлігі міне. Одан кейінгі байлық бөлігіне міне.
осы сияқты бірнеше суреттермен кем дегенде әрқайсысында 20-24 суреттен, то есть бізде 9 раздел болса, сонда 250-ге жуық сурет қой. Міне әрбір денсаулық, білім, атақ-даңқ, карьера, махаббат деген сияқты барлығына осындай бірнеше суреттермен сіздерге осылай жіберілетін болады. Мынаның барлығы самоклейкаға шығарылған. Мынаның кішкентай бір мысалы өзіңізге мына білімнің ішінде қайсысы керек, қайсысы ұнап тұр, студент болсаңыз мысалы диплом деген сияқты, осындайларды кесіп аласыз да, артына наклейкасын ашып, мынаның мысалы бір бөлігін сіз білімге деп бастасаңыз, ең бірінші мысалы мына жерге денсаулық деген сияқты осы жерлерге денсаулыққа қатысты суреттерді төбесіне денсаулық деп үлкейтіп жазып аласыз. Менің денім сау, болмаса бір күшті аффирмациямен жазыңыз, менің денім сау, Аллаға шүкір деген сияқты. Содан кейін барып мына жерге уже ары қарата жібере бересіз. Содан кейін барып мына жерде мысалы байлық сферасы болса, мен өте баймын, Аллах маған шексіз ризық беруде деген сияқты, білмеймін, өзіңіздің қалауыңызбен жазасыз. Бұл тоже сіздің бір дұғаңыз іспеттесе, өзіңіздің желанияңыз ғой кәдімгідей. Одан кейін келесі раздел тоже самое, қалаған мына бүкіл суретті көшіріп қою шарт емес, тек қана өзіңіздің шын қалауыңыз болу керек. Мен осындайға жеткім келеді деген. Сондықтан да міне армандар картасының жаңа нұсқасы осы. Тапсырыс берсеңіздер болады. Бұны да қосымша егер алып алған болсаңыз, енді инструкциясын ары қаратай ешқандай да бір мынандай күні жасау керек, тағы да немене, жалпы бір арнайы күндерді күтетін болады ғой. Арман жазу үшін қандай күнде жазу керек, карта желанияны қандай күнде, ешқандай да бір белгілі бір күннің керегі жоқ. Алланың әрбір күні керемет, әрбір күні ғажап. Сондықтан да міндетті түрде өзіңіздің көңіл күйіңіз жақсы болса болғаны, міндетті түрде армандар картасын жасаңыздар. Және де міндетті түрде 100 арман, әрбір секторларға бөліп өзіңізге мысалы жаңағыдай рухани, денсаулық, одан кейін барып не бар, қаржылай жақтарын, осындай бір әрбір секторларға бөліп алып, соған байланысты әрқайсысына 10-10-нан қылып па, 20-20-дан қылып па, армандарыңызды осы жақта жазып қойсаңыздар да болады. Оны бір арнайы бір ақ қағазға ма, жоқ 12 беттік дәптерге ма жазып, кәдімгі бөлек қойып қойсаңыздар болады. Оны кәдімгі жылдың аяғында оқысаңыз, сіздің көп нәрсеге кәдімгі көзіңіз жетеді. Мен қаншама нәрсеге жетіп қойғам деген сияқты 2-3 айда бір ашып оқып қоюға болады. Сондықтан да құрметті оқырман, менің сізге арнаған видеом осы. Арасында ұзақ сөздер болып кетіп жатса, кешірім сұраймын. Тағы да айтамын, кішкене ұзақ уақытқа үзілістен кейін видео түсіру, сөйлеу, бұрын мысалы мен постоянно эфирге шығатынмын, постоянно сөйлейтінмін, постоянно айтып бірнеке түсіндіретін. Содан кейін маған мынандай бір комплекс болмайтын, қазір бір ыңғайсыздық сезім, сол үшін қатты ашыла алмай отырмын, кешірім сұраймын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бұл видео ютубта болады.